Ертеде апасы мен атасы өмір сүріпті. Атасы апасына айтыпты: «Бауырсақ пісірші» деп. Апасы «Ұн жоқ қой» десе, «Қаптың түбін қырнап ал» деп айтыпты. Апасы дәл солай жасап, қаптың түбін қырнап алып, бауырсақ пісіріпті. Бауырсақты суысын деп терезенің алдына қойып қойса, іші пысқан бауырсақ терезеден қашып кетіпті. Қашып, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым деп әндетіп келе жатса, алдынан қоян шығыпты. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін» депті. «Иә, айта ғой, қандай өлең» десе, «Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін» деп қояннан қашып кетіпті. Сөйтіп келе жатса, алдынан қасқыр шығыпты. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін» депті. «Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін» деп қашып кетіпті. Сол кезде алдынан аю шығыпты. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді аю, мен сенен де қашып кетемін» деп аюдан да қашып кетіпті. Бір кезде қараса, алдында қу түлкі тұр екен. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» депті. «Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, енді түлкі» деп атса. «Тоқташы, бауырсақ, өлеңің қандай әдемі, керемет еді. Мына мен қартайдым, құлағым дұрыс естімейді, мұрнымның үстіне тұрып айтасың ба» дейді. Өлеңі ұнағанына қуанған бауырсақ түлкінің мұрнының үстіне тұрып, енді «Атамнан да қаштым» дей бергенде, түлкі оны «Ап!» деп жеп қойыпты.